Табиғат кейде ең шынайы махаббатты, ең қатыгез көрінетін сәттермен көрсетеді. Қарақаяқ пен өрмекшінің кейбір түрлерінде балалары өз анасын тірідей жейді. Адам түсінігі үшін бұл үрейлі, жабайы көрініс. Бірақ ғылым мен философия көзімен қарасақ, бұл аналық махаббаттың ең шынайы, ең жанкешті нұсқасы. Қарақаяқ ана жұмыртқаларын құшақтап, күндер бойы қозғалмай қорғайды, аштықтан әлсірейді, денесі қорекке зәру күйге түседі. Бірақ ол кетпейді, өйткені жұмыртқалар ол үшін болмыстың мәні. Балалары жұмыртқадан шыққанда олардың өмір сүру мүмкіндігі тым аз. Табиғат оларға басқа амал бермеген. Анасы сол кезде үнсіз жата береді. Бірінен соң бірі жетілген дернәсілдер оның денесін кеміре бастайды. Бірақ ол қашпайды, тек үнсіз, асқан сабырмен өзін жегізеді. Бұл өмірді жалғастыру үшін берілген соңғы сый. Өрмекшілерде де солай. Кейбір аналықтар балаларға арналған арнайы қорек бөлмеген. Оның орнына олар өз денесін ерітіп, қоректік сұйыққа айналдырады. Жас өрмекшілер туған кезде анасы әлсіреп, денесі балалары үшін тамаққа айналады. Бұл биологиялық механизм емес, табиғаттың ішкі философиясы, тіршілік үшін өзін құрбан ету. Мұндай құбылыстар қатыгездік емес, олар Құдай сыйлаған махаббаттың көрінісі. Бұл махаббат сөзсіз, даусыз, шекарасыз. Адамзатты ана баласын өсіріп, білім беріп, киіндіріп, өмір жолына дайындайды. Ал өрмекші мен қырғаяқта бұл дайындық өз денесімен өмір сыйлаудан басталады. Қайсысы биік, қайсысы ауыр? Бұл сұрақтың жауабы жоқ. Бірақ бір нәрсе анық. Аналық махаббат табиғаттың ең ұлы күші. Ол тіпті өлімнен де биік тұрады. Егер баланың аман қалуы үшін өмірін беруге дайын болса, ол тіршіліктің нағыз мейірімді сақтаушысы. Қатыгездік сыртта ғана, ішкі мәні мейірімге толы. Аналық махаббаттың шегі жоқ.